Assalomualaikum dostlar. 23-fevral 2021 жылы Шорнақ ауылының тұрғындары. Сондықтан біз тассаводты түсіріп шықтық. Полный аралап 10 шақты тассавод бар екен. Олар қазып тастаған жердің бәрі, өзім неге Шорнақтың тумасымын, жердің бәрін қазып тастаған, су шығып жатыр. Сол су жаңағы мусор тастайды, өліктер тастайды. Сондықтан ол суды Шорнаққа қарай Таубеттен келеді енді су. Сондықтан Шорнақ ауылының тұрғындары суды ішіп ауру боламыз деп наразылықтарын білдірді өздерінің. Тассавод негізі 3 метрге дейін қазылу керек екен негізі. Сөйтіп естідім 3 метр. Бұлар 10 метрге дейін қазып суын шығарып, және де оны көміп кету керек екен. Олар көмбей суын шығарып қазып тастап жатыр. Су шығып кеткен мына. О, экскаватор қазып жатқанда нәмдан бөже су шығып жатыр. Мына ояқтың бәрі бөже терең. Жобасы мынаушы қазірше 25 метрдей бар, я? Содан су шығып кеткен міне. Экскаватор тұр. Шөпті бір таңдап жүрейсіз. О, бір қолы бізді көріп қашып кетті. Мына жерде тағы новенький жаңадан құрып жатыр енді. Әкеп бәрі көшіп келіп жатыр, короче, Шорнаққа бәрі көшіп келіп қазып тастады. Жаңадан құрылып жатыр. Шорнақ пен Абай Обайдың ортасы. Сымын тартып, бәрін яқып қойыпты.